Баршаңызға сәлем, каналға қош келдіңіздер. Бүгін біз өте қарапайым алмалы бәліш дайындаймыз. Ортасы толықтай пісіп, өте дәмді болып шығады. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Өнімдерді видеоның астына толық мөлшерімен жазып кетемін. Бізге керек өнімдер ұн, өсімдік майы, жұмыртқа, қант, ванилин, разрыхитель, сүт және 100 грамм алма. Ең алдымен жұмыртқа мен қантты езіп аламыз. 2 дана жұмыртқаны саламыз. Оған 100 грамм қантты саламыз. Жақсылап езіп араластырамыз. Біздің қантымыз еру керек. Оны венчикпен де, немесе қолдың миксермен де істесеңіз болады. Енді бұған өсімдік майын 70 мг. Одан кейін жылы сүт. Біздің барлық өнімдер бөлме температурасы болу керек, себебі суық болса, егер сүтіңіз бен жұмыртқаңыз, онда сіздің пирогыңыз көтерілмей қалады. Жақсылап араластырамыз. Енді бұған құрғақ өнімдерді қосамыз. Ұнға 1 шай қасық ванилин және 1 шай қасық ас содасын қосамыз. Жақсылап араластырып аламыз. Енді осынан шетінен қасықтап құрғақ өнімізді қосып шайқаймыз. Түйіршектер болмау керек. Міне біз қамырымызды шайқап алдық, ол осындай болып шығады. Қою, қаймақ секілді болып шығады. Біздің қамыр дайын болды. Енді арнайы осындай форма аламыз. Өзіңізде қандай болады? Темірден жасалған, силиконнан жасалған. Мен осындай шыныдан жасалған форманы алдым. Оның ішіне өсімдік майын жағып шығамын. Енді осыған біздің сұйықтық қамырымызды құйып аламыз. Пешті алдын ала 180 градуста қосып қойыңыз. Ол қызғаннан кейін қызып тұрған пешке саламыз. Алдын ала турап қойған алмамызды салып шығамыз. Бетіне осылай салып шықтық. Енді бұны 180 градуста 30 минутта ыстық пеште пісіреміз. Дайын болғанын ағаш таяқшамен тексереміз. Міне дайын болды. Суығаннан кейін алмалы бәлішімізді пышақпен кесіп дастарханға ұсынамыз. Қараңыздар, ортасы толықтай піскен, өте тез дайындалады. Сіздер де жасап көріңіздер. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.